Сәлеметсіздер ме? Мен Роламұлы Әлшер. Семей қаласының нөмірі 6 гимназиясының 8 сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге Ахмет Байтұрсынұлының «Көкесектерге» деген өлеңін оқып беретін боламын. Не жазып ем, Құдай-ау, мен қазаққа, мүтталағып салғандай бұл азапқа, адамшылық есебіне кірісіп, қолы жетсін дегендік пе азатқа? Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, жол сілтедім жақын емес алысқа. Өзге жұрттар өрге қадам басқанда дедім, сен де қатарыңнан қалыспа. Барма қазақ, мұнан басқа қылғаным, неңді шаштым, неңді бұздым бұлғадым. Аштан өлген аталарың бар ма еді? Тамақ үшін сатқан иттер иманым, көң тасыған көбесектер бәріңе. Қалдырмастан жағалай жас кәріңе, үрім бұтақ нәсіліңе қалғандай. Нық басылар кетпейтін мөр тәніңе. Бәріңді де іздеп қарап көрермін, тапқанымды тастамаспын терермін. Милләт үшін еңбектері сіңгенде өсиет қып кейінгіге беремін. Асықпаңдар, артымызда қазы бар, тергеп талай сүйектерін қазылар. Пайғамбарды сатып отыр тілді алған Яхуда мен біргаттарын жазылар. Қинамайды абақтыға жапқаның, қиын емес дарғасқаның атқаның.